Айзат, мен осы нотаны саған жіберіп жіберем, егер сенде жоқ болса, иә. Аққудың бірінші бөлігінен бастайық. Так, мына жерде соль, до, ми, ре, до, да, 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 трам, да, 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 ра, 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 трам. Осы жерге дейін қазір саған бір бөлігін ойнап берейін. Бұны бірнеше бөлікке бөліп саған көрсетейін, себебі толық ойнап берсем, сен түсінбей қалуың мүмкін. Бұл бірінші бөлік болсын. Содан кейін мынау екінші бөлік болсын, мына жерге дейін. Иә, мына жерге дейін. Содан кейін мынау үшінші бөлік дейік. Бірінші бөлікті қазір ойнап көрсетейін саған, иә. Аққудың бірінші бөлігі, иә. Оң қолмен, яғни мына көне бұрауда ойнайтын бөлікті аламыз. Яғни екі қолмен, иә, тремоло. Кейбіреу былай ойнайды, кейбіреу былай. Өз еркіне қарай, иә. А сол қолда мелодияны ойнаймыз, яғни соль, до, ми, ре, до. Осына мелодияны ойнаймыз. Бірге ойнаймыз. Бірінші бөлік осылай ойналады. Енді екінші бөлігін бастайық. Бұл жерде енді мына бөлігінде деген кейбіреу 4 такты, кейбіреу 2 такты өзінің қалау бойынша ойнайды. Ондай қатып тұрған ештеңе жоқ. Сол үшін қазір көрсетейін, иә, екінші бөлігін қалай ойнайтын. Енді мына екінші бөлігі бойынша мына до, соль деген бар ғой, ол яғни саусақпен шертеміз былай. Мына до мен сольді аламыз, яғни бірге аламыз. Сольді алған кезде мына жақтан біз саусағымызбен сол қолдың түртіп отырамыз, яғни соль, соль деген кезде соль, соль, сосын ля, ля, соль, соль деген соль, ля, ми деген дыбыстарға саусағымен сәл ғана бүйтіп түртіп қана отырамыз. Ол дыбыстың әдемілігі үшін. Яғни мысалы до, соль, соль, жаңағы до, соль. Мына сольді мына жақтағы ортаңғы бар ғой, малый октаваның сольмен түртеміз, яғни бұл. Сольді түртеміз. Ол мына соль біздің, мына жерде тұр ғой, соль, сол. Қалған солай кете береді. Соль, ля, ля, соль, соль. Ондай қиындығы жоқ. Сосын фа деген кезде, мына фа миді орындайсың, мына жақта ми дыбысын. Миді мына жақтағы сол қолдың фаны басу арқылы. Фаны басу арқылы ойналынады. Мен қазір екі қолмен ойнай алмай тұрмын да, камераны ұстап тұрмын бір қолмен. Ми жаңағы ойнап көрсеттім ғой, толығымен сол жерде байқалады. Миді фаны басу арқылы орындайсың. Басқа мына жерде өте қатты қиындығы жоқ. Фа, фа, там, там. Мына жерге бос дыбыстарды сольді іліп ойнайсың, яғни. Сольді іліп отырасың. Мына сольді. Мысалы соль, до дегенде ол орындаушының өзінің әдемілігі үшін қосып отырған. Фа, да, да, ми, да, да, ре, да, да, ми, да, да, фа, да, ми, ми. Жалаң
жаңы естілік қалмас үшін біз соль до дегенді қосып отырмыз. Әдемі естілік үшін. Негізгі жалпы осы жерде екінші бөлімде осындай, иә. Қалған жерінде енді бәрі түсінікті болатын шығар деп ойлаймын.